Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қалып жұмыстары. Бүгінгі біздің сабағымыздан күтілетін нәтиже студенттерге қалып жұмыстары жайлы түсіндіру, ғимараттарды ауыстырмалы қалыптарда тұрғызу әдістерімен таныстыру, ғимараттарды жылжымалы қалыптарда тұрғызуды үйрету, ғимараттардың арнаулы мақсатта қалай тұрғызылатынын таныстыру және ғимараттарды тұтас құрама қалып түрімен таныстыру болып табылады. Жалпы қалып жұмыстары дегеніміз не? Қалып жұмыстары деп отқанымыз құрылыс алаңына тұрғызылатын монолит бетонды немесе темір бетонды құрылымдар мен ғимараттар пішіндерін жасауға арналған бөлшектер мен элементтердің жиынтығы болып табылады. Ағаштан, металдан, фанерадан, темір бетоннан, пластмассан және тағы басқа материалдардан жасалынады. Жалпы ғимараттардың ауыстырмалы қалыптарда тұрғызылуы негізінен мынандай жағдайларда жүзеге асады. Олар бүгінге дейін тұтас бетонды үйлер салуда, ірі қалқанды қалыптарда үймереттерді тұрғызу, оның ішінде құрылысты блокты жүргізу әдісі технологиялық жағынан да экономикалық жағынан да ең тиімді әдіс болып есептелінеді. Келесі ірі қалқанды қалыптар түрлі технологиялық мақсаттарда пайдаланылады. Оларды түрлі қабатты үймереттерге және әртүрлі көлемді жоспарлы құрылымдарда тиімді қолдануға болады. Келесі үймереттерді көлемді орнына ауыстырылатын қалыптарда тұрғызу әдісі де өріс алуда. Бұл ұзындығы үлкен ұялы жоспарланған құрылыста көп секциялы үймереттерде салғанда өте тиімді болып келеді. Келесі әдісі ол орнына ауыстырылатын ірі қалқанды қалыптардың бір түрі ол жоғары шығарылатын ірі блокты жүйе болып табылады. Мұндай қалыптар ірі қалқанды қалыптармен қатар үйлестіріліп пайдаланылады. Бұл жағдайда ірі блокта қалып қабырғаның ішкі ірі қалқанысы сыртқы жағын құрайды және жоғарғы көтерілетін ірі бөлікті қалып ірі қалқанды жүйеден айтарлықтай технологиялық артықшылығы жоқ болып табылады. Және көптеген жағдайларда тас бетоннан салынатын көп қабатты үйлер ішкі және сыртқы қабаттардан және құрама жабулардан, яғни құрама тұтас варианттарда тұрғызылады. Жалпы мына біздің фотомызда көрсетілгені бұл ірі қалқанды қалып болып табылады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай ол екінші стрелкамен көрсетіліп тұр сандар арқылы. Бұл жерде белгіленген бізде қалыпты құрылысы олар екінші тұрған құрамалы маяктар, үшінші кергіштер, төртінші ұзындықты реттеуші, бесінші төменгі тартқыштар, алтыншы көлденең жақ қабырғалардың қалқандарын орнатуға арналған мінбелер, жетінші бұрандалы домкрат, сегізінші тік фермалар, тоғызыншы мінбелер, оныншы науа, ал 11-ші үстіңгі тартқыштар болып табылады. Жалпы бетондалып жатқан алымға жалғасатын алаңда көлемді ауыстырылатын қалыптарды қолдану кезінде қалыптың қосымша туннелі орнатылады. Ол қалыпты алымға ауыстырылатын уақытта қайтадан құрастыруды қажет етпейді және ол қабатты екі алымға бөлген кезде ол тек кранмен тік қалыпта орнынан ауыстырылады. Яғни қабаттан қабатқа ауыстырылған кезде ірі қалқанды және ірі блокты қалыптардың ірі қалқандарын құрастыру қабаттың жабуларда салынған белгілерге сай кранмен жүргізілетін болады. Және осыдан кейін қалқандардың қималарында орнатылған бұрандалы домкраттардың көмегімен қалқандар жобалық жағдайда орнатылады. Ал қажет болғанда жабуға бекітілген қосымша қималар қойылады. Олар қалқандардың кездейсоқ соғылыстан аударылып қалмау үшін арнайы қондырылатын қондырғы болып табылады. Және осы тәрізді қабырғаның өң бойымен қоса көрші қалқандар орнатылады. Олар құлыптар арқылы өзара байланыстырылып бекітілетін болады. Ал біздің мына суретімізде көрсетілген қабырғаларды бетондауға арналған сырғымалы қалып көрсетілген. Бұл жерде бізде сыртқы дірілдеткіш көрсетілген сырғыма тиек, бекіткіш, қалып қалқаны, арқалық, қоршау, мінбелердің төсемі және бетон қоспасын қоюға арналған науа, саты, жинақ құрылысы, тіреу, электрқозғалтқыш, арба және сырғанақтар көрсетілген. Жалпы келесісіне келетін болсақ, ғимараттардың жылжымалы қалыптарда тұрғызу. Жалпы ғимараттарды жылжымалы қалыптарда тұрғызу қалай жүргізіледі? Олар тұтас бетонды үймереттер мен ғимараттарды жылжымалы қалыпта тұрғызу әдісі жоғарғы дәрежеде ұйымдастырылған құрылыстың тасқынды жедел процесі болып есептелінеді. Қалыпта бұрышы тік, атап айтқанда қабырға, бағаналар, жабулардың арқалықтары сияқты үймереттер элементтері бетондалады. Биіктігі 1 және 1,2 метр үймереттің немесе ғимараттың төменгі жағына жиналған
қалып ол бетондау процесінде үздіксіз жоғары жаққа көтеріліп отырады. Ал бұл уақытта оның қабырғаларының аралығына арматура орнатылады және бетон қоспасы салынады. Біздің мына слайдымызда көрсетілгені ол жылжымалы қалып құрылымы. Бұл қалып құрылым қалып қалқанынан, кружаладан, бұрандалыдан, домкраттың рамасынан, тіреу шыбығынан, жұмыс еденінен, аспал мінбелер және арматурадан тұрады. Жалпы ғимараттарды жылжымалы қалыптарды тұрғызу бірнеше әдіс арқылы жүргізіледі. Олар қалыпты және оны көтеретін жабдықтарды құрылыс алаңына жинақпен пайдалануға болатындай қалыпқа жеткізу керек. Қалыптарды көтеретін жабдықтардың жарамдылығы арнайы стенд арқылы тексеріледі және бір түрмен салынатын кез келген үймереттер құрылысы үшін инвентарлы жылжымалы қалыптарды қолдану ұсынылады және сусымалы қалыптарда тұрғызылатын үймереттерді бірыңғай мәселелер қалыптардың қымбаттылығы мен олардың көп рет пайдалану қажеттілігіне байланысты ерекше маңызға ие болады. Және қалып жылжыған кезде құрылымдар құйылып отырады және бетон алғашқы сағаттарда қатқылдана бастайды да басында белгіленген түріне келетін болады. Және кондукторда жиналған блок іші қалқандары құралады. Ал сыртқы қалқандар бетондалатын жерде қораттың ішкі қалқандары орнатылғаннан тексерілгеннен белгіленгеннен кейін ғана құрастырылады. Келесісі қисық сызықты және дөңгелек түріне қалыптарды құрастыру үшін бірнеше бұрыштан тұратын орталық бөлімде шығыршықтан бекітілген кондукторлар қолданылатын болады. Ғимараттарды арналау мақсаттарда қалыптарды тұрғызу ол негізінен үлкен екі әдіс арқылы жүзеге асырылады. Біріншісі алынбайтын құрылымдық қалып әдісі арқылы. Ол қарапайым конфигурациялы және үлкен қалыпты қажет ететін тегістікке құрылымдарды және ғимараттарды бетондауды пайдаланылады. Қалыптың сыртқы қырлары құрылымдардың қырлары мен бетпе-бет орналастырылады және ішкі тегістіктері түрлі және құрылым бетонмен берік байланыстырулар үшін анкерлі етектері болуы керек. Және алынбайтын қалыптың қажетті қатқылдығын және орнықтылығын қамтамасыз ету үшін құрылымның қарама-қарсы қалқандарын бұрағыштармен немесе тартпалармен қосып жасайды. Екіншісі пневматикалық қалыптау. Пневматикалық қалыптау деп отқанымыз одан әрі эксперименталды зерттеуді және оны тиімді қолданылатын салаларды анықтауды және технологиялық регламенттерін жасауды қажет ететін бетондаудың жаңа технологиялық әдісі болып табылады. Пневматикалық қалыптау әдісінің негізгі мәні төселген пневматикалық қалып, яғни тыста тақталарды көлбеу жағдайда бетондау, осыдан кейін қысқа ауа жіберіледі және қалыпта қойылған тақтаны жобалық жағдайына келтірілетін болады. Жалпы бетондардың тағы бір жаңа түрі ол жаңада қалыптан шыққан құрылымды пневматикалық көтеру арқылы жобалық жағдайға келтіре отырып бетондау болып табылады. Бұл әдістің мәні төмендегідей, яғни сфералық және цилиндр түрлі үймереттер үшін арнайы жасалған пневматикалық қалыпта алдын ала дайындалған жерге көлбеу жазықтық арқылы орналастырылады және оған қаптаулар қабаты қажет болған жағдайда жылытқыш қабаты салынады және арматуралар орнатылады және жазық плиталар бетондалатын болады. Сонымен қатар цемент қатқылдана бастағанға дейін тысқа ауа жіберіледі. Көтеріле бастағаннан кейін тыс қалыптан жаңа шыққан құрылымдарды жобалық жағдайда көтереді. Бетон тиісті беріктікке жеткеннен кейін ауа шығарылады және тыс сыпырылып арнайы ойық арқылы алынып тасталынады. Аз игерілген аудандарда арнайы мақсаттағы қарапайым қалыптардың құрылысы жаппай жүргізілген жоспардағы тікбұрышты күмбез тәрізді цилиндрлік тыстарды тұрғызу технологиясы ерекше орын алатын болып табылады. Жалпы үймереттердің тұтас құрама құрылымдар арқылы тұрғызуына келетін болсақ, ол тұтас және тұтас құрама үймереттер қабылданған құрылымдарына қарай ұсақ қалқанды, ірі қалқанды, блокты, көлемді ауыстырмалы қалыпты қалқанды тұрғызылады және жобалаудың құрама панельдері қолданылатын бір секциялы құрама тұтас үймереттерді ірі қалқанды да, блокты да, қалыпты да тұрғызуға болады. Және соңғы жылдары құрама тұтас үймереттер жоғары көтеретін қалқандарды тұрғызу тәжірибесі беріп қазіргі таңда дамып келуде. Және үйлерде құрама элементтерден жасалған қоршаулар, сатының элементтері, санитарлық кабиналар және басқа құрылымдар пайдаланылады. Және керамзитбетон үшін ірі толтырғыш ретінде керамзитті қиыршық тас қолданылады. Және ұсақ толтырғыш үшін ұсатылған керамзит құмы және кварцты пайдаланылады. Және бетонның тығыздығын азайту және бетон қоспа
қоспасының ілінісін арттыру үшін ауа тартқыш, яғни ағаш ұнтағы араласатын смола қоспасы қосылады. Маркасы 400 ПТС порталцементі байланыстырғыш болып табылады. Құрметті студенттер, слайдымыздың соңында арнайы тапсырмалар берілген.